Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен барлығымыз сүйіп жейтін сигара бөректің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, әрі өте дәмді, қытырлап, керемет болып шығады. Қыздар, міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Лаваш және де сыр болса жеткілікті, ешқандай да қуыруға жұмыртқа артық қоспалар қажеті жоқ. Видеоның соңына дейін қарап менімен жасап көріңіздер. Осылай өте әдемі етіп қуыру жолымен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды да ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге лаваш қажет болады. Қаншалықты мөлшерде жасайсыз, соған байланысты лавашты аламыз. Үлкен лавашты ортасынан екіге бөлеміз. Содан соң бөлінген бөліктерді осы видеодағыдай етіп, егер үлкенірек жасаймын десеңіз, осылай 4 бөлікке бөлсеңіз болады. Кішірек етіп жасаймын десеңіз, 6 бөлікке бөлсеңіз де болады. Барлығын осылай 3 бұрышты етіп бөліп шығамыз. Мінекей қыздар, өзіңізге ыңғайлы етіп лаваштарды кесіп алдық. Енді келесі кезекте мен арасына колбаса мен сырды осылай үккіштен өткізіп салатын боламын. Егер де қаламасаңыз тек қана сыр қоссаңыз болады, немесе картошканы пісіріп, езіп, тұзын, укроп қосып араластырып салсаңыз да болады. Салмасын өзіңіздің қалауыңызша жасай бересіз. Мен қазір колбаса мен сырды үккіштен өткізіп араластырып салатын боламын, және де сырдың өзінде турап жеке салатын боламын. Ірімшікті де осылайынан алдымен ірі бөліктерге бөліп аламыз. Содан соң осы бөлген бөліктерді видеода көріп тұрғандарыңыздай 3 немесе 2 бөлікке бөліп шығамыз. Егер де сіз лавашыңыз кішірек болса, осы ұзынша етіп туралған бөлікті ортасынан тағы да бір бөлікке бөлсеңіз болады. Барлықтарыңыз білетіндей, лаваштың жаңағы бөректің оралу жолы өте оңай. Осылайша начинкамызды салатын боламыз. Мен алдымен үккіштен өткізіп алған салмасын салдым. Осылайша салмасын саламыз. Және де қыздар, егер де сіздер екі шетінен сыр ағып шығып кетпесін десеңіздер, алдымен екі шетін жауып, содан соң орасаңыздар болады. Немесе видеода көріп тұрғандарыңыздай салмасын салып, бірден жаңағыдай ары қарай орап кете берсек те болады. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, әрі келесі видеоның шығуына мотивация болып, подписация батырмасын басып, тіркеліп алыңыз, әрі лайк басып, пікір қалдырып қоюды да ұмытпаңыздар. Қыздар, сіздерге тағы да лайфхак бір. Егер де жаңағы бөректеріңізді ораған кезде осы соңғы ұшы былай ашылып кетпес үшін осылайша орап келе жатып, кез келген суды алып, жылы салқын маңызды емес, сол соңғы жағына жағып барып орасаңыздар, мінекей шеті ашылмай бір-біріне жабысып тұрады, және де майға қуырған кезде де ешқандай ашылмай өте жақсы қуырылатын болады. Су жағу міндетті емес, қыздар, тек қана жаңағы астыңғы жағы ашылып қалмасын десеңіз, осылай жағып қойсаңыз болады. Жақпасаңыз да орап болғаннан соң және де майға қуырарда алдымен осы бөректің оралған жері, біткен жерін астына қаратып саламыз. Сол кезде ешқандай да ашылып қалмайтын болады. Және де мінекей тағы да жаңағы ірімшік қосылған лавашымызды да орап шығамыз. Осылайша біреуден немесе жалпақтау етіп жасағыңыз келсе, 2 штук ірімшіктен салып орап шығамыз. Мінекей қыздар, осымен біздің лаваштарымыз, бөректеріміз дайын болды. Қазір қуыратын боламыз. Егер қаласаңыз, қыздар, алдын ала жасап қойып, морозилікке қатырып қойсаңыздар болады. Алдымен барлығын бөлек-бөлек қойып қатырып, содан соң пакетке салып қоятын боламыз. Кез келген уақытта алып, қуырып жегенге өте ыңғайлы, және де ешқандай да уақыттарыңызды алмайды. Дайын болған бөректерімізді қуырып аламыз, қыздар. Табамызға майымызды құйып, қатты қызып тұрған майда қуыратын боламыз, қыздар. Ұзақ қуырудың қажеті жоқ, қызарғанша екі бетінен қуырып аламыз. Майды көбірек құйсаңыз да болады, аз құйсаңыз да қатты айырмашылық жоқ. Аз құйып, екі бетінде қызартып қуырып алсаңыз жеткілікті. Мінекей қыздар, осымен біздің өте дәмді, әрі өте әдемі дастарханға қойғанда да лаваштарымыз, яғни бөректеріміз дайын болды. Қуырылуы да жасалуы да өте оңай. Алдын ала жасап, морозилікке сақтап қойсаңыз да кез келген уақытта қуырып жеуге өте ыңғайлы.
Кейбір бөріктердің ірімшігі осылай сыртқа қарай майға шығып кетуі мүмкін. Қыздар, егерде ірімшіктің сыртына қарай ағып шығып кеткен қаламасаңыз, екі жанынан алдымен екі жан ішке қарай бүктеп, содан соң барып орасаңыздар болады. Қыздар, бөріктерді қатты ұзақ, қап-қара, қып-қызыл етіп қуырудың қажеті жоқ. Осылай ақшыл сары етіп қуырсаңыздар да дастарханға қойғанда да өте керемет болып тұрады, әрі қытырлақ болып шығады. Қыздар, тез арада өте аз уақытта дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бөректерді қуырған кезде ешқандай да жұмыртқаға батырып барып қуырудың қажеті жоқ. Осылайша тек майға өзін ғана қуырып алсаңыз да керемет қытырлап өте күшті болып шығады. Қыздар, мінекей осымен біздің бөректеріміз дайын болды. Өте дәмді әрі қытырлап керемет болып шығады. Тез арада дайын болатын, тіске басар. Күнделікті таңғы асқа жегенге де және морозилькеге қатырып қойсаңыз да жасалу жолы өте оңай. Қыздар, және де қытырлап керемет болып шығады. Қонақ дастарханыңызға да, холодный закускалардың жанына, самсалардың жанына қоюға да өте керемет болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымды қолдап, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Видеоларымды соңына дейін қарағандарыңызға баршаңызға көп-көп рахмет.